Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай қарапайым заттардан тұратын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге бауыр қажет болады. Қалауларыңыз бойынша турап аласыздар бауырды. 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Тұзын салуды ұмытпаңыздар. Дәміне қарай чеснокты да міндетті түрде салыңыздар, өте дәмді болып шығады. Осындай болгар бұрышымызды осылай формада турап алдым. Осындай ұзын-ұзынша турап алыңыздар, өте әдемі көрінеді, жегенге де ыңғайлы. Осындай корнишондарды пайдаланамыз. Оны да ешқандай турамаймыз, суынан бөлек салатын боламыз. Көкпиязды да салып жіберсеңіздер болады. Көгін ғана. Енді бауырымызды суымен, майымен қосып бірге саламыз. Суымен салсаңыздар өте дәмді болады. Слишком көп су қажет емес. Дәміне қарай тұзын, аздап мен соевый соус тамыздым. Көп приправаны қажет етпейді. Өте дәмді болып шығады. Осылай сіздерде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Осындай ерекше салат шықты. Өте қарапайым, қолжетімді заттардан, әрі өзі 3-4 заттан тұратын салатымыз. Өте дәмді болады. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Түрі де өте әдемі болды. Ас болсын. Рахмет.